Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Айжан Жұмаділдақызы. Бүгін мен гипергидроз, яғни шамадан тыс тершеңдік туралы айтатын боламын. Ең алдымен каналдың дамуы үшін каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Гипергидроздың белгілері: үнемі ылғалды болып жүретін табан мен алақан, киіміңіздің, қолтық аймағыңыздың айналасындағы ылғалдылық, жағымсыз иіс, қышу, ашу, табан аймағындағы қызарулар мен оның терісінің түлеуі. Ал себептері: тұқым қуалаушылық, эндокриндік жүйенің ақаулары, невроз, өте күшті эмоциялық жағдайлар, стресс, артық салмақ, кейбір препараттар мен гормоналды препараттарды қабылдау. Және ағзаның интоксикациялық жағдайы, синтетикалық киімдер мен қарапайым жеке бас гигиенасын сақтауды қосамыз. Түрлері: жергілікті және жалпы түрлері. Жергілікті аты айтып тұрғандай дененің белгілі бір бөлігінде ғана болады, яғни қолтық, табан, алақан деген секілді. Ал жалпы түрі бұл барлық дене бөлігінің терлеуі. Оны қалай ажыратамыз? Түнгі тынығу уақытында шамадан тыс тершеңдік негізгі белгісіне жатады. Дәл осы түрі үлкен патологиялардың белгісі болуы мүмкін. Өзіңіз де байқасаңыз, осы жалпы түрін дереу дәрігер бақылауына барыңыз. Ең негізгі пунктке келетін болсақ, бұл яғни емі және профилактикасы. Ең алдымен өмір сүру салтын өзгерту, жеке бас гигиенасын қатаң түрде сақтау. Артық салмақ болатын болса, онымен міндетті түрде күресу қажет. Емен ағашы немесе шай ағашы қабығынан ванна қабылдау. Медикаментозды емге Теймурова пастасы немесе цинкті майзды қолдануға болады. Және қолтық, алақан, табан аймағына жағуға осы өнімді ұсынамын. Құрамы таза және алюминий тұзы қосылмаған. Сіздермен бірге болған мен Айжан Жұмаділдақызы. Лайк басып, комментарий қалдырып, егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, комментарий аймағына өзіңізді мазалаған сұрағыңызды қалдырып кетіңіз.